Әділ қазанқалары және де әріптестер. Мен Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі болып қызмет етемін. Бүгін сіздерге өзімнің алғашқы педагогикалық қадамдарымен кәсіби тәжірибем жайлы бөліскім келеді. Енді тарих бұл өткеннің сабағы, болашақтың бағдаршысы. Яғни бұл тарих сабағы бізге даталар мен оқиғаларды жаттау емес, ойлау, талдау және тарихи сананы қалыптастыру. Сондықтан мен өз оқушыларыма өткенін бағамдап, келешегін саралай білетін оқушы ретінде тәрбиелегім келеді. Енді тарих пәнін оқытудағы мақсатым, енді оқушылар, негізгі менің ұстанымым бұл әр бала бір жұлдыз. Егер де оған дұрыс бағыт берсең, ол жарқырай түседі. Яғни дарынды балаларды біз қалай дамытамыз? Әр баланың дарынсыз бала болмайды. Әр бала дарынды. Сол дарынды баланың дарынын жағу арқылы, оның алдағы арман мақсатына қол жеткізуіне біз үлесімізді қосуымыз керек деп есептеймін. Енді мұғалімдік жолында көптеген жетістіктер болды, қиыншылықтар болды. Ең біріншіден ізденістермен басталған болатын. Сол жерде ең біріншіден біздің оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін көптеген әдіс тәсілдерді қолданамыз. Ең біріншіден оқиғаларды баяндау, яғни тарихи оқиғаларды баяндау үшін біз ең бірінші виртуалды турлар, суреттер сөйлейді. Картамен жұмыс арқылы біз өткен тарихқа саяхат жасата аламыз. Бұл жерде қарап тұрсаңыз, суреттер сөйлейді әдісі ең маңызды әдістердің бірі. Не себепті дейсіздер ғой? Бізде қарасақ, барлығымыздың сыныптарымызда мәтінді оқығысы келмейтін, кішкене жалқаулығы бар оқушылар болады. Яғни оны мәтінді толық оқуға мүмкіндігі жетпейді. Сол кезде осы кадрлар әдісі арқылы суреттерді қою арқылы суреттің мағынасын біліп, ол тақырыптарды ашатын болады. Енді кез келген кәсіби жолда жетістіктер мен сәтсіздіктер болады. Сол алғашқы жылдарында менің сабақ жоспарын құруда қателіктерім болды. Яғни сол қателіктерді, әдіскерлер мен тәлімгерлердің ұсынымы бойынша сабақ жоспарын құру кезінде теорияға көп уақыт бөліп, оқушылардың пікір алмасуына жеткілікті уақыт бермейтінмін. Осы тәжірибем арқылы мен оқушыны сабақтың орталық тұлғасы ретінде, орталық тұлғасы ету арқылы орталық тұлғасы етуді түсіндім. Осы кезеңнен бастап мен дебат, ой картасы әдістерін қолдану арқылы бұл қиыншылықтан шықтым деп айтсам болады. Енді осы көп емес еңбек жолында мен бір нәрсені білдім. Мұғалім кем дегенде 5 мамандықтың иесі. Бұл бірінші бізде актер. Өздеріңіздің көпшіліктеріңіз осы облыстық жалынды жастар сайысына қатысқан боларсыздар. Сол жалынды жастар сайысына бір емес, 2 рет қатысып, жүлделі орындарға ие болдық. Және де аудандық мұғалімдер күніне арналған мамандығым мақтанышы мюзиклінде қатысып, көрермендердің ықыласына бөленген болатынбыз. Келесі, бұл бізде әншілік, психолог, кешіріңіздер. Психолог. Бұны мен сынып жетекшілік алғанда түсіндім. Себебі әрбір оқушының мінез құлқына және де жас ерекшелігіне қарай бейімделу, бұл біздің ең бір атқаратын іс-әрекетіміз болып есептелінеді. Енді келесі бұл әншілік. Енді осы жерде мен мақтан тұрып айта аламын, себебі аудандағы 2 жұлдыз сайысы болсын, облыстық сайыс болсын, барлығынан жүлделі орындар алып келдік. Келесі бұл бізде IT маманы. Бұны біз қайдан білдік деген кезде, ашық сабақтар, тәрбие сағаттарына дайындалу барысында біз осы мамандықты жүзеге асырдық. Енді осы спорт, тағы бір айта кететіні, бұл бізде тағы бір айта
кететіні осы мамандықтардың жас маман болып жүріп өзіміздің қалай спортшы болып сағат ойнап кеткенімізді де білмей қалдық. Ұмытып бара жатырмын, тағы бір айта кететіні, мектебімізде өткен таксист года номинациясының иесі, яғни көп мектептерде болмайтын сол таксист года номинациясының иесінің бірі болып атанған болатын. Енді сіздерге 3 жылдық осы тәжірибемде слайдқа сыймағандықтан сіздерге фотогалерея ретінде алып келдім. Қалауын тапсаң қар жанар деген осы екен. Рахмет.